Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі видеода қазақстандық және шетелдік акциялар туралы көптеген ақпараттарды білуге болатын қызықты және пайдалы сайттарды сіздермен тізімін бергім келіп отыр. Менің есімім Олжас. Бұл арнада өзім білген, үйренген және естіп оқыған ақпараттарымды сіздермен бірге бөлісуге арнадым. Олай болса, бастайық. Қазақстандық инвесторларға арналған ең танымал және пайдалы сайттарды айтқан кезде қазақстандық құнды қағаздар туралы жалпы ақпаратты kasiya.kz және ax.kz сайттарынан іздестірген дұрыс. Ол жерде жалпы ақпараттар шоғырланған. Ал нақты бір компания туралы іздейтін болсаңыз, онда сол компанияның өзінен сайтына өтіп, толық ақпаратты есеп-қисаптарды көруге болады. kasiya.kz сайтының жаңалықтар бөлімінде ақпараттар күнде жаңартылып отырады. Әр компанияның жеке ақпараттар бөлімінде бастапқы ақпараттар, котировка мен динамика және қандай дивидендті таратылғаны туралы ақпаратты тез табуға болады. AX деген Астана халықаралық қаржы орталығы, ол жерде орталық Азия, Кавказ республикалары, Таяу және Еуропа елдері үшін жақсы бір қаржы хабар жасалған болатын. AX-те Англия мен Уэльс құқығының принциптеріне және соның заңнамасына және президенттеріне жалпы жетекші әлемдік қаржы орталықтарының стандарттарынан негізделген. Сол себепті ақпаратты көбіне ағылшын тілінде нұсқасында таба аласыздар. Шетелдік компаниялардың акцияларын сатып алушы инвесторлар мен трейдерлар үшін ең танымал пайдалы сайттарды атаған кезде бірінші кезекте yahoofinance.com сайты келеді. Бұл сайтта акциялар, облигациялар, валюталар мен қорларды қоса алғанда қаржы құралдарының кең таңдаулары ұсынылады. Пайдаланушылар тек ағымдағы деректерді, жаңалықтарды аналитиканы ғана алып қана қоймай, графиктерді көре алады. Сонымен қатар бұл сайтта көптеген мультипликаторларды алуға болады. Бірақ қазақстандық биржадағы компаниялар туралы ақпарат жоқтың қасы. Шетелдік компаниялар үшін екіншісі ірі сайттардың бірі бұл bloomberg.com. Қаржылық ақпарат және жаңалықтардың жаһандық көзі. Мұнда сіз терең аналитиканы, нарықтық шолуларды және сарапшылармен эксклюзивті сұхбаттарды таба аласыздар. marketwatch.com сайтында өзекті жаңалықтарды, аналитиканы және қаржылық деректерді ұсынатын сайт. Бұл сіз жеке портфолио, бұл сайтта сіз жеке өзіңіздің портфолиоңызды құра аласыз және инвестицияларыңызды бақылай аласыз. Төртінші сайт, менің жақсы көретін сайттарымның бірі, бұл finvest.com сайты. ақш ұсынатын қағаздар бойынша мамандандырылған сайт. Акцияларды талдау, диаграммалар, ұсыныстар мен есептер бар. Өте керемет сайт. Бұл сайтта акция карталары бар. Капиталының үлкендігіне байланысты ұяшықтардың да көлемі сәйкесінше үлкен және кіші болады. Мысалы, Apple, Google, Microsoft, Nvidia және Amazon сияқты ірі компаниялардың жалпы картаның 3/1 алып тұр. Бұл жерде әртүрлі параметрлер бойынша қарауға болады. Әртүрлі уақыттағы нәтижелерді көрсетуге болады. Сол сияқты ETF-терде де картасы бар осы сайтта. Инвестиция туралы айтқан кезде Google Finance'ты айтпай кету тоже ұят болатын шығар. Қаржылық деректерді, жаңалықтарды, кестелерді және акциялар мен қорларды салыстырмалы таңдауды ұсынатын қарапайым және қолдануға ыңғайлы сайттардың бірі. Алтыншыдан investing.com сайты. Бұл сайт әлемдік қор нарықтары туралы кең ақпаратты, сондай-ақ деректерді талдау құралдарымен ұсынады. Мұнда сіз акциялар мен қорлардың, валюталар мен басқа да құралдармен өзекті жаңалықтарды, кестелерді және техникалық талдауды таба аласыз. Сонымен қатар бұл сайтта қазақстандық құнды қағаздарды қарауға болады. Мысалы, бәрімізге белгілі Халық банктың котировкаларын қарап көрейік. Жетіншіден tradingview.com сайты және қосымшасы. Бұл мен жиі қолданатын қосымшалардың бірі. Бұл қосымшада компания туралы ақпараттар және болжамдар, аналитика алуға болатын кең платформа. Аталған сайттардың әрқайсысы өзінің ерекше мүмкіндіктері мен қызықты құралдарын ұсынады. Сондықтан олардың әрқайсысымен танысып шығыңыз. Сіздің қажеттілігіңіз бен
талаптарыңызға сәйкес келетін таңдап, өзіңізге визуалды ұнаған сайтты немесе қосымшаны қолданыңыз. Менің өзім KC, TradingView және Investing қосымшаларын қатар қолданамын. Себебі жаңа айтқандай, әрқайсысының өзінің бір ерекше мүмкіндіктері бар. Егер видеоны лайк басып, подписка жасап, қоңырауды басуды сұраймын. Себебі солай қазақша контенттің көбеюіне және өз отандастарымызға финансылық сауаттылықты дәріптеуге мүмкіндік пайда болады.